Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен Сандуғаш. Бүгін біз осындай межбусы арқылы екі жемчугті араластырып біз алқа жасайтын боламыз. Және бізге керекті заттар осындай натуральный жемчуг, осындай розовый түсті және де ақ түсті керек бізге натуральный жемчугтер. Бұлар өзі бір нит болып сатылады осылай сатылымда, бірақ біз бұның бәрін қолданбаймыз. Және де бізге керекті осындай ұсақ цеп керек, алқамызға. Және де застежка с удлинителем. Межбусы керек осындай үлкен 15 размерлі. Және де біз осындай кулон пайдаланатын боламыз. Екі крем плантач бізге керек, және екі протектор керек. Және де осындай трос, ювелирный трос бізде корейский менде, және де инструменттер қажет. Плоскогуб с изогнутым кончиком. Енді біз ювелирный тросты алып, мойнымызға жететіндей қылып, примерно көз мөлшерімен өлшеп алатын боламыз. Алқаға артығымен алыңыздар, жетпей қалмасын. Енді қайшымен кесіп тастаймыз. Енді осы бір нит жемчугымызды төгіп аламыз. Бізге керектісін біз екіге бүйтіп жартысын ғана аламыз. Осы жемчугтың тек осы жерінен ғана аламыз. Сондықтан мына жерден қиып бірден жартысын алып қоямыз. Және де мына ақ жемчугті сөйтеміз, тура ортасын екіге нетіп жартысын ғана аламыз. Бізге жететіндейін жартысын алып қоямыз. Және осында мен ұмытып кететін бір зат, ол межбусылар әрине қолданамыз. Мен осындай ұсақ кремді қолданатын боламын межбусының орнына. Осында қолдана берсеңіздер де болады, бұл бағасы өте арзан. Сондықтан межбус ретінде осыдан қолдана берсеңіздер болады. Негізі межбусыларда бағалар аса қымбат емес. Кейбір жерде бағалар әртүрлі болады. Кейбір жерде қымбат, кейбір жерде арзан болады. Сол үшін де. Енді екі жемчугті толығымен төгіп аламыз. Төктік. Енді жаңағы осы тросымызға ең бірінші біз осы 15 размерлері үлкен межбусымызды өткіземіз. Тура ортасында бол тұру керек, бұл тура ортасына. Енді бір жағына біз өздеріңіз біліп тұрған шығарсыздар, ақ жемчугті, бір жағына осы розовый жемчугті өткізетін боламыз. Енді біз розовый жемчугтың арасына межбусы салмаймыз, өткізбейміз. Ақ жемчугтың арасына ғана межбусы өткізетін боламыз. Мен осы алқаны өз мойныма өлшеп негізі жасаймын. Сіздер өздеріңіз білсеңіздер болады, аса қатты ұзын қылмай, аса қатты қысқа болмау керек. Орташа, білмеймін, мен өз мойныма орташа қылып жасаймын. Межбусы салмай, құры өзін ғана өткіземіз. Жаңағы алып қалған жарты нитіміздің бәрін өткізе береміз, бәрін өткіземіз. Енді өткізіп болды міне жартысын. Енді бір жағын өткізетін боламын. Екінші жағын алып, екі ақ, мына жерден екі ақ моншақты өткізіп, арасына бір межбусы салатын боламыз. Міне екі өткіздім, арасына осыны бір межбусы салдым. Енді екеу арасына біріне. Екеу өткіздім, арасына біреу салып жасаймыз. Негізі сыртқы цепті жасамауға да болады, өздеріңіз білесіздер. Енді бұл менің өзімнің ойлап тапқан дизайным. Мен енді өзім цепті өсіп саламын деп шештім. Негізі цепсіз де бола береді. Мынау межбусы бізде үлкен, бұл бізде кулон ретінде де жүре береді. Размер үлкен болғандықтан. Осы ақ моншақ біткенше өстіп, екіде бір қып өткізетін боламыз. Енді сіздер де дизайн өздеріңіз ойлап тапсаңыздар болады, қандай дизайн қолданатындарыңызға. Енді әркімнің вкусы әртүрлі, сондықтан әркімнің ойлау несі әртүрлі. Және де маған подписаться кнопкасын басып қойыңыздар.
және де менің каналымда әртүрлі видеолар бар, кіріп қарасаңыздар болады. Онда түсінікті емес болса, келесі видеода енді крем жайлы анық, қандай кремдер жайлы анық білгілеріңіз келсе, онда менің кремпы деген видеом бар, соған кіріп қарасаңыздар болады. Сөзі кремптің менде түрлері көрсетілген, қандай кремптер бар, арзан кремптер, және екеуі бір-біріне жабысып қалыпты, қайшымен бөліп жібереміз. Және сұрақтарыңыз болса, комментарияға жаза кетіңіздер, жауап беруге тырысамын барынша. Және де осы заттардың бәрін, размерін, қандай не қолдандым, бәрін мен описанияға астына, видеоның астына жазып қоямын описанияға. Барлық видеомда бар ол описания. Міне осымен болдым. Енді мен мойныма өлшеп көреміз. Бізде кішкене жеткіліксіз болып тұр. Тағы бір 2 штуктан мен осында қосамын. 2 мына штуктан, 2 екеуден, өйткені тым қысқа болып тұр. Алқа. Міне, 2 екеуден алдым, тағы да 2 екеуден өткіземіз. Енді сіздер өздеріңіз білсеңіздер болады, қалай жасайтындарыңызды. Енді бір межбосы салып, негізі мынау застежка удлинителімен бар, ол да ұзартып тұрады. Мойындағы алқан. Міне, болдық. Енді біз осыны аяқтаймыз. Аяқтайтынды өздеріңіз білетін шығарсыздар. Бірінші кремді өткізіп, артынан протекторды өткіземіз. Міне, крем менде One Touch. Осындай, бұл ең жақсы крем. Бірақ бағасы жағынан да қымбатырақ. Ну, жақсы ұстайды, бекітеді. Басқа кремдерді жақсы негізі қолдана білсеңіздер. Енді протекторымыздың екінші жағынан өткізіп, кремді өткізіп бекітетін боламыз. Енді кейбіреулері бізде протектор қолданбайды. Өздеріңіз білсеңіздер болады. Бұл да негізі сән беріп тұрады, әдемі. Бір жағынан тросты қиып кетпеу үшін, қажап кетпеу үшін қолданылады негізі. Осы протектордың міндеті үшін осындағы. Енді артық тросты өстіп, жемшіктардың арасына қайтадан бүйтіп өткізіп бәсеңіздер болады. Бұл өзі 5-6 размердегі жемшік болғандықтан кішкене тесігі де кішкентай болады. Сондықтан 2 трос өзі әрең сыйып тұр. Жасаған заттарыңызды барынша сапалы қылып жасаңыздар. Сонда клиенттеріңіз де көп болады. Мен осы фурнитура, бұл заказ бердіріп алдыртам, фурнитура сататын магазиннен. Әр қалада бар, сол әр қаладан өзім алдыртам, почтамен заказ бердіріп. Енді мынаны қалай нетеміз? Мына жағына тартсаңыздар, өзі арғы жағы да тартылатын болады. Міне, қарасаңыздар, міне. Енді бұлай арғада өткізіп, полный мынаны өткізе салсаңыздар да болады, өстіп арасына. Жарты жолдан қия салсаңыздар да болады. Енді аса маңызды жоқ. Міне, өстіп тартып отырып жасауға да болады. Міне. Жерде бірдеңе ұстап тұр. Бітті. Енді мен осы жерден қайшымен қиып тастаймын. Міне түбіне қидым. Енді мына жақтан алып, былай қарай итерсеңіздер, өзі міне осындай алқа жасасаңыздар да болады. Енді мына жағына цеп жасасаңыздар да болады. Енді өздеріңіз білесіздер. Міне межбусы арасында осылай болып тұрады, үлкен межбусы. Разделитель бусина деп аталынады. Осындай конур ретінде жай ғана осындай алқа жасасаңыздар да болады. Енді жаңағы жағын қалай жасадық? Екінші жағында тура солай қылып жасайтын боламыз. Бірінші осы кремпімізді өткіземіз. Ой, мен мынада крипті бекіткен жоқпын. Міне, кремпімізді бекітеміз, ол үшін арнайы плоскогубспен, немесе кремповер деген бар, кремпті арнайы бекітетін. Ондай сатып алсаңыздар да болады. Соның бәрі фурнитура сататын магазинде бар. Енді бекітеміз, қысамыз. Міне, қыссаңыздар өзінің мынадай нетіп тұрған несі кіретін болады, шошайып тұрған жері. Міне, бекітілген. Енді екінші жағында
протекторымызды қазір. Енді осы протекторымызды өткіземіз. Протектордың мына жағын қарасаңыздар, өзі осындай екі міне өткізетін тесігі болады. Осы тесікке бастапқысын бүйтіп әкеп, артқы жағын өстіп айналдыра саласыздар. Міне айналдырып әкеп, сол кремпке саласыздар. Бұл жерде де тартқанда жаңағындай міне мына жерінен инструментпен ұстап тартасыздар. Міне көрдіңіздер ме? Осылай тартасыздар. Міне сонда осылай міне тартып, мына жақтан қия салуға да болады, және былай мынаны өткізе салуға да болады, осылай түгел. Енді мен примерно осы жаққа шейін өткіздім, енді мына жағынан қиып тастаймын. Енді кремді бекітемін. Міне бекіттім кремді, қатты қысасыздар, сонда өзі мынау кіреді. Бұл крем бекітілді. Енді цепті аламын. Онан колечки қазір тағамын. Енді осы жерде мен колечкиді ұмытып кеттім. Қазір колечки, ұсақ колечкиді алып, міне екі колечкиді алдым. Екі размердегі колечки, мынау 6-шы размердегі, мынау 3-ші размердегі. Енді біз застежкамызды аламыз. Бір жағында өзінің осындай, бір жағынан колечки болады, бір жағында арқасын мына тағамыз. Енді осы колечкимізді алып, екі жақ инструментпен ұстап ашатын боламыз. Екі жақ инструментпен. Міне бір жағын аштым. Енді осыны бір жаққа қолданатын боламыз, ашып, және де бір жағына сразу бірге цеп салатын боламыз. Енді екі жақ инструментпен бекітетін боламыз, қайдан орнына жылжытып. Бекіттік. Енді екінші жақ колечкемізді ашып орнататын боламыз. Жанына қарай жылжытамыз. Жылжыттық. Енді осыны бір жағын саламыз, алқаның оң жақтан. Тағы да жылжытып ашайық. Бір жағын салдық. Енді цептің жаңағы екінші жағын саламыз. Тағы да енді застежканың ұзын жағын саламыз. Міне салдық. Енді бекітеміз. Міне бекіттік. Енді алқамыздың бұл жағы дайын. Енді бізге осы кулонды өткізетін боламыз. Кулонда ашып дайындап қойған осындай үлкен размердегі колечкемізді алып, былай цепке кіргіземіз, және де осы кулонға өткіземіз. Енді бекітеміз. Екі жақ инструментпен алып, жанына қарай жылжытамыз колечкемізді. Енді ұстап, міне бекіттік. Міне осымен біздің алқамыз дайын. Міне осындай цеппен алқа жасадық. Енді сіздер мына сыртындағы алқасын жасамай қойсаңыздар да болады. Мен сияқты құр өзін ғана жасауға да болады. Енді цеппен осылай жасауға да болады. Жаңағы артылған келесі видеомда осы артылған екі моншақтан содан браслет жасайтын боламыз. Немесе сырға өздеріңіз білесіздер. Менде осы инстаграмға кіріп қарасаңыздар, мен бәрін набормен жасайтын боламын. Немесе сырға, браслет, солай набормен жасаймын. Көбінесе менде сырғасы болады. Подписаться ұмытпаңыздар, подписаться кнопкасын басып қойыңыздар. Рахмет.